Селем алейкум, урметлі серджілер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгін январінің 29-ы базар әртісі күні. Ишғал етілген Қырымда инсан ақларының бозылуыны ве саяси тақыпны тоқтатмақ. Демократик дүнияның Русияге білдірген талабыдыр. Бұны Украина тышқы ішлер назиры Павло Климкин Твиттерде яза. Оның сөзлерінден алынты. Қырым бірдемлігі жемат бірлігінің күрошывыне сұрып кірмек үшін қырымлыларының бір-біріне ярдым еткенінден ве саясима бүслерінің айлелеріне қол тұтқанындан байығы қорқмақ керектір. Алынты сону. Жума әртісі күні Қырым бірдемлігі жематы шебесінің отырышы Русияның ОМОН хадимлері тарафындан бөлінді. Ишғал қызметлері оларға бұлынғанлар арасында селялы инсанларының бар олғана қында хабер келгенini білдірді. Нәтижеде бұл мәлумат таздықланмады. Айны вақытта топлашып иштиракчилерінден паспорт мәлуматлары язып алынды. Фальви адвокатлар ишғалжелерінің әрекетлеріні Қырымды тараларының зорбалықсыз қаршылығыны тоқтатмақ үшін япылған қорқузув акциясы оларақтаны. Русияның Украинаға қаршы стилясының фияты әп артаджақтыр. Шунун için украинлер 100 ел әвелісі крут қараманларының әткені кебім бірләшмек керек. Бұны Арби телекоммуникация ве информатизация институтында кечірілген тәдбірлерді Петро Порошенко айтты. Дәулет башы оқу юртуна крут қараманлары адына деген фахри серлеваны берген. Завет ве шахси әркеннің оғынды президент Мутинасип ферманны имзалады. Бұның иле Арби байрақны беру тәдбірі кечірілді. Петро Порошенконың сөзлеріне көре Украина мұстақалығының еллары давамында институт селялы құветлері үшін 5000-ден зияде мутихасысыны азырлаған. Досвід боїв вкотре довів. Уруш тәжірибесі Кенеда Муаребе мейданында забитнан роллю не дәрежеде мұйым олғаныны көстері. Компетентлік ихсисаслық ватан перверлік верух күчінетік уруш нетежесі дегілді аскерлерінің өмірлері де бағлы. Институтның юзлер жемезуну Украинаны Русия стилясындан қору яда қору еді. 25 талебесі нишан ве медалерінен тағдырленген. Генерал-майор Максим Шаповал Тайсовки олымыден сон Қараман елдізіна наил олды. Оқов йортынызның 15 забеті. Мезунове ұжасы жебеді еляк олды. Украинада қабаржылық севесі экселді. Бұны бизнес векелерінің қарарнен 36% қайдеті. Бұл Америка Тежери палатасының Украинада қабаржылық севесі бойынша кечірген соравының нетижесідір. Соравда бизнесінің 184 векелі іштірак етті. Ярысы қабаржылық елі күреш меселесінде ән бұйық елерілев оларақ мемурлар үшін электрон келері қайдының көрсетілмесіні анып кечті. 70% есе мемлекет зияде қабаржылық органлары оларақ махкемелеріні қайт еті. Жавап бережелерінің ярысы дегені кебі бұны йоқ әтмек үшін Украинада ilk әвелі қабаржылыққа қаршы махкемені тешкіл әтмелі. Украинаның милли қабаржылыққа қаршы бюросының башы Артем Сытнікде айны фикердедір. Питання антикорупційного суду набуло актуальності. Қабаржылыққа қаршы махкеме меселесі актуаль алған бұды бір илерілев. Жемиет ве бизнес бұ махкеменің мезіне мемлекет үшін зарури бір орган олғанына анлаған. Енді мұзбет бір динамика көріне. Махкемелерді мемурларға қаршы ішлерме вжуд Украинада боле бір шейда оумаған еді. Иллері атылған бұйық бір адымдыр. Украина мемлекетте топ мемурның яқаланмасы мүмкін олғанына көстіре. Ама менім же шымділек махкемелеріміз бұ ішлеріні бежіріп оламай. Бұның үшін біз олдықча тез суретте қабаржылыққа қаршы махкемені тәшкіл етмеліміз. Украина халсызлық қызметіне теслим олынған сақты Донецк халық жемхуриятының арбилері ве әсерлікті бұлынған арби қызметчілер, селялы құветлер, полковнигі Девлет Хәнлігінде қабатланған Иван Безязыковның ішінде шатлық әтежек. Бұны баш прокуратураның прокуроры Олег Пересада білдірі. Оның айтқаны кебі оларның шатлығы ішінің аудио делилері деленілгенден сон ұгренілежек. Шу делилер арасында канунсыз Донецк халық жемхуриятының женкеверлері или телефон субъектлерінің языларыдыр. Базар әртісі күні махкемеде деленілежеклер
хатырлатам. Иван Безязыковның Девлет хейнлігіндегі терроржы тәшкілетінде иштирак еткенінде қабатлайлар. 15 йыллық апиш жазасыны ала білі. Қарарнен 2 йыл девамында полковник женкеверлерінің есірлігінде болунды. Азат етілмесінден сон 2016 сенесі декабрь айында оны жасуслықта қабатлап яқаладылар. Це матеріали щодо білінгу, трафіки. Булар мобиль номерларынан трафик билингілерідір. Яни Безязыковның әрекет етмесі ақындаки малюмат. Оның işgal етілген территорияда әсәрлікте булунмағаныны ве азатлықтан марум етілмегеніні таздықлаған бір сыра электрон техники материал бар. Вся справа цілком фальсифицирована. Бу иш тамамынен сақтыленген. Прокуратураның берген дәлелері ялан ве уйдурмадыр. Афганистан пайтақты кәбелді ерлешкен арби базаға терроржыларының ұжымы нәтижесінде 11 афган арбиі әлі қолды. 16-сы яраланды. Вақа Милли Мудафа институты янында олып кечті саба саат 5-лерде еке терроржы оқув юртының қапысы янында озыны патлатты. Да екесі хавсызлық хізметі еле атышма вақтында өлдірілді. Бірі яқаланды. Хафиф селядан ғайры женкеверлерде граната топлары бар еді. Уджум еткенлері арбилер арасындаки чатышма қарарнен 5 саат сұрды. Уджум месулиетіні озыне ислам девлеті алған. Франкистандаки Сен өзенінде сув севиясы азамға етті. Виджи Круз сув артыву тәлікесі бойынша хабер қызметінің малюматына көре, бұл геже костергіч 5 метр ве 84 сантиметрге еткен еді. Қарардан 4 метр зеді. Бин 400 эв электриксіз қалды. Бин 500 адам тахлие етілген. Еді метро станциясы февральнен 5-не қадар ішіні тоқтатқан. ОРСО музейі қапатылған, Луврның ашағы заллары чалышмай. Экспонатларға зарар олмасы мүмкін. Сув басывы салы күні яғмырлар себебінден башланды. Милли метеорологик қызметінің мәліматына көре ярындан башлап сув севиясы экселер. Украина Элина Свитолина дүниенің 3-ші ракеткасы олды. Қадынлар теннис бірлігінің янартылған жедвелінде да бір басамаққа көтерінді. Топ-100 WTA жедвелінде да 3 Украин ерлеріні юкселтті. Леся Цуренко 3 ерге шымды 40-ші ердедір. Катерина Бондаренко 14 ерге шымды 80-ші ерде тұра. Екатерина Козлова бір басамаққа көтерініп 85-ші ерні ала. Дүнияның ән күчлі теннисчілер жедвелінде бірінші ерні есе Данимаркалы Каролин Возняцки, екінші ерні есе Ромен Симона Халеп ала. Будыдақылары Лиссабонда Евровидение 2018 ярышының иштиракчы мемлекетлері арасында жереп ташлана. Ер ярышының бірінші ве екінші яры финалларында чықышта булынacak мемлекетлер белгілене. Тедбір вақтында Киев елбашчысы Виталий Кличко Евровидение ярышының тимсали анақтарыны Лиссабон шәр башы Фернандо Мединанға берді. Хатырлатам, былтыр ер ярышым Украина пайтақтында кечірілді. Бірінші ярны Португалиялы Сальвадор Собрал қазанған еді. Урметлі серджелер, бұды қықаға бұл соңғы хаберіміз әдіда дачо хаберлеріні сізлер Укринформ сайтында оқой білесіңіз. UATV ile olınız, сағлықен қалыныз, көріш кенде.